Ғалымдар бір ай бойы нан жемеудің соңы неге әкелетінін айтты. Медицина консультанты дәрігер Усама Абу Аржуб, наннан бас тартсаңыз, салмағыңыз азайып қана қоймай, организмдегі суды азаяды дейді. Себебі ағзаға көмір су аз түссе, бұлшық ет пен бауырдағы гликоген түрінде жиналған энергия қоры жағыла бастайды. Осының салдарынан организмнен артық су шығып, салмақ азаяды. Сондай-ақ тәбет те төмендейді. Оны ғалымдар нанның құрамында болатын рафинатталған көмірсулардың қандағы қант деңгейін бірден көтеретіндігімен байланыстырып отыр. Ондай жағдайда организм оны бірден инсулиннің көмегімен төмендетуге тырысып, нәтижесінде адам қарын ашқанын түсінеді. Ғалымдар наннан толықтай бас тарту организмге зиянды екенін алға тартты. Себебі нанның құрамында болатын тұтас дәнді ұн, магний мен В тобы дәрумендерінің және ағзаға қажетті өзге де пайдалы заттардың қайнар көзі екені анық. Сонымен қатар қандағы холестерин деңгейін қалыпта ұстап, жүрек ауруларының, инсульт, семіздік, екінші типті диабеттің алдын алуға көмектеседі дейді. Денсаулығыңызды сақтау үшін тек рафинатталған ұннан жасалатын ақ нанды шектеу жеткілікті көрінеді. Құрметті көрермендер, ал сіз нанды көп тұтынасыз ба? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.